компот, кефирге араластыруға болады. Вы знаете, сок, тәттіге. Бірақ жылы су 100 граммға бір пакеттің езіп, араластырып ішкенде, анау глюкоман жаққа асқазанның ішіне үлкейе бастайды. Толықтан, как бір тойып тұрған сияқтысын. Сел губка ретінде бүкіл токсин, свободный радикал, аллерген, тяжелый металл, паразиттерді өзіне сіңдіріп алады да организмнен шығарады екен. Сахар, мына асқазандағы жаралар, гастриты, язва желудканы полностью обволакивать етеді. Бізде целующая язва 12-перстной кишки, ертең онкологияға айналдыратын. Сол толық бесследно кеткен ғой. Ранозаживляющий эффект. Ана бірінші байқайсыздар, бір 4-5 айдан кейін ана операция тыртық жасаған жері бар ғой, килоидные рубцы начинают рассасываться мына ішкенде. Сонда бірінші действиясы ол сол ана хорошие бактерияларды питать еткеннен кейін бір күннен кейін, 2 күннен кейін оформленный стул, ондай нені көрген жоқсыздар, таза оформленный, порошок. 30 пакетик аласыздар да, күнне 2 рет ішуге болады, күнне 1 рет балаларға беріңіздер, күнне 2 рет, 3 рет тамақтың алдында. Жылы суға езіп, жарты сағат бұрын ішіп аласыздар, жарты сағат 40 минут бұрын. Анау барады да өз жұмыс істесін. Единственное, су ішу керек. Су ішу керек, су ішіңіздер, потому что бұл организмге барғаннан кейін ана токсиндерді шығарып әкету керек қой. Сонда постоянно жылы ыстық су ішіп отырсаңыздар, анау әсері тез болады. Өзі байқайсыздар, бұны ішкенде уже потребность, өмірі су ішпейтін адамдар су ішкісі келеді. Өйткені организм уже требует. Сондықтан мына суды қажет етеді. Екінші действиясы, бұл бізде психоз, невроз, шизофрениядан жүртеді. Головной мозг қалпына келтіргенде өздеріңіз байқайсыздар, ашуланшық адамдар болады, ашуланып жүрген адамдар болады. Нан ішкеннен кейін бірден тоқтайды ғой. Сахарный диабеттен кейін бәрі ашуланшық, потому что мозг поражается, ретинопатия, ангиопатия, сол сосудтардың бәрін қалпына келтіріп, организмнен осыны шығарады екен. Мынау болса. Одан кейін бір әсері, кішкентай балалар төсекке жіберіп қояды. Энурез полностью кетеді. Энурез результаттарды. Эпилептический припадкалардан результаттар бар. Және по бесплодию айттым ғой, құрамында эларгинин, Нобель, 3 физиолог 98 жыл Нобелевскую премию получили за открытие моноксид азота. То есть он доставляет кислород, сосудтарды расширять етті естественным образом. Бұны ішкен адамдар инфарктпен ауырмайды. Жүрекке өте керемет пайдалы. И ана не қан тамырларын бәрін тазартып, аяқта адамдар варикоз, геморрой өзімен өзі кетеді. Доктор сонда астрофондоз бар еще. Бауыр, осы. Мына өзі бір өнім, және 100-200 аурулар кете бастайды. Бұны мен обязательно бізде фульвагумин, ригидотокс деген өнімдермен комплексно қолданыңыздар. Бүйрек бауырда естественно проблема болса, ана гепанефрон іше бастағанда недержание мочи. Әйел, бала тапқан адамдардың бәрінде кездеседі. Үлкен әйелдердің бәрінде недержание мочи, олар айтпайды, прокладкамен жүреді. Мынаны ішкеннен кейін 5 күнде, 7 күнде, 10 күнде енді уже бычыт операция жасаймыз деп тұрған кісілердің өзі бір айдың ішінде тоқтайды ғой. Понимаете? Циститтен ғана результаттары. Циститтен ғана результаттары бар. Ауыр көтергеннен бе? Жоқ, бауырма ауыр көтерген. Табылдиева, бауыр маманы, глюкоза, айлты айысты көтеріліп тұр. Повышен. Глюкоза, қант, бауыр, билирубин белок. Так. Комплекс. Бізде протокол 1, протокол 2 деген бар. Екінші протокол бәрі өнімді бір-біріне араластырып, таңертең түсте кешке ішемізде 4 стадия онкологияның результаттары алып жатыр. Қосымша дәрігерлердің беретін өздерінің дәрілерін іше берсін. Бірақ мынаны қосып фульвагуминді және Америкада $20-25 мың тұратын өнім ол. Оны алып қосымша ішесіздер, энергия береді. Ал мынаны екеуін қосқанда жәнегі протокол номер 1 кез келген және хронический сахарный диабет болсын, давление болсын, жәнегі гепатит, панкреатит болсын, өттір шықпай жүрме, запор, ішек жүрме түр, артрит, артроз, или зоб, или там басқа тері ауруларына. Оған таңертең люкс, түсте янтарный кешке премиум, ригидотокс пасы араластырып ішесіздер. А так болмаса өзінде іше бересіздер, плюс рич баобабты по одной саше 2 раза в день. Қалай ішу керек? Бірінші, наны 100 грамм жылы суға бір пакетикін езіп, таңертең кешке ішіп жүріңіздер. Бүгін ішесіз, ертең результат. Ең бірінші әсері бар ғой, аллергия. Аллергияны жұлып алады ғой сразу. Астма, аллергия деген нәрселер деген балаларыңызға беріңіздер. 6 айдан бастап балаға береміз. Беременным женщинам его надо. Менде результат болған қаншама әйелдер мына угроза выкидыша,
первичный вторичный ана не болды, токсикоз беременных деген бар ғой, бүйрекке страшный нагрузка болды ғой, без токсикоза гладко бір несіз мынаумен өтті ғой. Емханада әйелдер іше беруге да? А? Беременна әйелдер іше беруге. Ішу керек деп тұрмын ғой, наоборот, витаминдердің қосындысы. Мен танысымда кеше больницадан шығарып жүрген ғой, рак депті, химия аласың деп. Осыны іші бола ма? Протокол номер 2. Кімдікі? Кімдікісі? Иә, протокол номер 2. Жәнегі люкс, янтарный, премиум бір кружкаға рич детоксты езіп, 3 күннен кейін столовый ложка ішесіздер, тағы да бір жұмадан кейін 2 столовый ложкамен ішсін. Бізде ана Тимурдың әйелі Жанерке рак молочной железы, метастаз бауырға кетті, головной мозг, плевра өкпеге кетті, плевраға кетті, лимфоузлы все увеличены, төсек тартып қалған жатты. Таргетный терапия, таблетки берді, шығарып тастады. Уже келеді деген дайындалып отырған кісілер. Алады да жәнегі осы схемамен ішеді. Соя 77 болып тұрған 23, қазір 15-ке түсті. Енді қараңыздар, 4,5 айдың ішінде ана тексеріп ПЭТ-КТ жасайды, өкпесінде жоқ регресс полный, плеврасында жоқ, лимфоузлар таптаза, бауырындағы метастаздар бәрі кетіп қалған ғой. Үлкен мынандай ісік 3 есе азайған. Дәрігерлер қазір мысалы операция жасаймыз ба, жасамаймыз ба деген вопрос стоит. Тұрып кетті қазір жұмысқа орналасқысы келіп жүр. Бірінші протокол. Потому что менде қазір сақырға учетқа қойды, бірақ мен оны ішіп бастаған жоқпын. Диета, көмектесіңіздер организмге, су ішесіздер. Экстракционға шықты. Күшті боласыз. 4 ай, маған 4 ай фульвогумин ричи детокс ішіп бересіздер, гепанефраны 3 ай ішесіздер, мына баобабты 6 айға дейін ішуге болады. Одан кейін іше беруге болады, тамақ бұл, натуральный, таза. Балаға беру керек. Мына сізге өтініш, өзіңіз үйге барғаннан кейін фотоға түсіріңіз. Өзіңізге, тіліңізде фотоға түсіріп алыңыз. Ішесіз, құдай қаласа, на связи будем. Байланыста боламыз. Иә, это очень важно. Потому что сахарна кісінің 30-дан 12-ке түсті, фульвогумин. Инсулин зависимый. Инсулин зависимый. Бізде мысалы результат, инсулиннің өзіне де көнбей көтерілген кісі, 28 жыл инсулинда отырған кісі полностью инсулиннан отходит. 28 жыл инсулиннің өзімен 28-30 болып тұрған кісі без инсулина 25-24-ке түсті. Без инсулина. Мен түсіндіре алмаймын. Егер 5 жыл инсулинде отырсаңыз, мен бұрын айтушы едім, бізде бітті анау клеткалар өлді, сен сырттан гормон беріп жатсаң, анау жұмыс істемейді ғой тақта деген сияқты. Анау қалай 28 жыл құдірет қой, фульвогумин, ричи детокс бәрі ішті комплексы біз назначениемен, тем более мынау қазір бізге көмекке келді, өліп қалған және кішкене шала жансат клетка болса болды, мынау тірілтіп жұмыс еткісі керек. Иммунитет жоқ, иммунитет